Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оқтаусыз жасалатын құйылмалы балды торт дайындаймыз. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен балды ертіп аламыз. Ерігенге дейін араластырып тұрған жөн, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Қайнауға жақындағанда сода қосамыз. Осылай көпіріп көтерілуі керек. Сол кезде піскенде соданың дәмі білінбейтін болады. Содан кейін пештен алып, сары майды салып, бөлме температурасында суытатын боламыз. Май толық ерігенше араластырамыз. Келесі кезекте 4 жұмыртқа мен құм шекерді араластырып, үлпілдек масса болғанша миксерлейміз. Одан соң суыған массамызды салып, тағы да бір миксерлеп шығамыз. Ең соңында ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса дайын болуы керек. Бұл массадан менде 24 диаметрлік 6 корж шықты. Осылай алдын ала дайындалған пергамент қағазына бірдей бөліктерге бөліп, тегіс шайып шығамыз. Одан соң қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минут пісіреміз. Барлық корждарды бөлме температурасына дейін суытамыз. Енді кезекте кремін дайындаймыз. Кремді өз қалауыңыз бойынша кез келгенін жасауға болады. Мен бұл видеода кремді сливки мен сгущенкадан жасадым. Енді кезекте тортымыз жинаймыз. Ең алдымен астына осындай кішкене крем жағамыз. Бұл біздің тортымыз тайып кетпес үшін керек. Әрбір корждан соң крем жағамыз. Кремді молырақ салған дұрыс, себебі корждар кремді жақсы сіңіріп алады.
Дайын болған тортты 6-7 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Осымен өте оңай әрі тез дайындалатын нәзік балды тортымыз дайын. Ас болсын!